Ассаламу алейкум. Біз Нас сүресі, яғни ең Құранның соңғы сүресі болған және адамдар деген сүре, сол сүрені тәжвидпен оқимыз және тәжвидтік ережелерді қайталап үшін практика жүзінде талдаймыз. Бұл сіздерге Құранды, яғни сіздер тәжвидті оқыдыңыздар ғой, соны практика жүзінде оқуға, түсінуге көмектеседі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллах деген кезде біз не? Мимнан кейін л әрпіне кіріп кеттік. Бұл бізде не? Шәмсия ережесі. Біз қамария және шәмсия деген 14 әріптен бөлінген еді ғой. Л әрпі шәмсия әрпі. Және де біз оны айттық, Құранда көбінесе сіздерге көмек ретінде беріледі. Шәддамен дедік. Шәддамен болса біз одан кейінгі ләм әрпін оқымай, одан кейінгі әріпке кіргіземіз. Енді мына жерде екеуі де л, сондықтан қатты қиын емес. Аллах лафызы бұл жерде не? Өзінен алдын кәсіра болғандықтан жіңішке болып тұр. Аллах еместе бисмилля жіңішке. Кейін хидан кейін ар-рахманның л әрпін оқымадық, р-ға кіріп кеттік. Бұл да шәмси әрпінен. Демек әл-рахман еместе ар-рахман деп кіріп кетеміз. Бисмиллахир деп. Кейін ра әрпіне бізде жуан. Әріптер жуан және жіңішке болып бөлінеді. Соның ішінде р жіңішкеде және жуанда оқылады. Егер фатха мен даммамен болса, ол жуан еді. Бұл жерде фатхамен тұр. Ра деген сияқты. Кәсірмен болса ри. Ра тафхим ережесі. Одан кейін рахма мат табиғи. Нир-рахим. Шәмсия р әрпіне кіріп кеттік. Рахими, егерде рахими құл деп жалғастыратын болсақ, ол кезде хи деген сөз бізде мәт табиғи болатын еді, екке созылатын. Бірақ біз не істейміз мұнда? Тоқтаймыз. Рахим. Мыға сукун береміз. Ол сукун не? Уақытша келген сукун. Негізі кәсіра, бірақ бұл кәсіраны түсіріп, ол жерге сукун әкелеміз, уақытша келетін сукун. Ол арид сукун. Яғни уақытша болатын сукун, немесе кенеттен аяқ астынан пайда болған сукун. Сол сукун аридқа байланысты мына хи созылып жатқан мәдіміз ана қандай сукунға жоғады? Арид сукунға. Сол себепті бұл мәд арид болады. Жалпы бұдан кейінгілерін жеңіл айтып кетеміз. Басында мынау Нас сүресі бірінші сүре болғандықтан барынша түсіндіруге тырысамыз. Қайталау үшін. Рахим мәд арид. Құл. Егерде өздеріңіз болатын болсаңыздар, асықпай былай талдасаңыздар. Қоф жуан әріп, истиаля. Ләм жіңішке әріп деген сияқты. Бірақ оны олай біз қатты кірмей қойық. Құл әузу. Құл әузу би-раббин-нас. Әузу бізде мәт табиғи. Би-раббин-нас. Мына жерде би ныға кіріп кетті, ләм оқылмай. Бұл бізде шәмсия. Енді шәмсияны сіздер автоматты түрде біле беретін боласыздар, көп қайталағандықтан. Енді нас деген кезде біз не? Созып тоқтаймыз. Негізінде наси болса мәт табиғи, негізінде. Бірақ біз тоқтаған кезде не? Сукун арид әкелдік. Сол себепті бұл мәт арид болады. Би-раббин-нас. Мәт аридті неше созға болады? 2-ке созға болады, 4-ке созға болады, немесе 6-ға созға болады. Егер сіз мына жерде нас деп 2-ке созып тоқтайтын болсаңыз, сүрені бітіргенше 2-ке созасыз. Ал 4-ке созып тоқтайтын болсаңыз, 4-ке созасыз. 6-ға созып тоқтайтын болсаңыз, соңына дейін не? 6-ға созып оқисыз. Маликин-нас. Мынандай сукунды нундарды ұстаңыздар. Сукунды мим, сукун нундарды кірген кезде 2 әріп мөлшерінде ұстаңыздар. Ғуннамен. Енді міндетті түрде ғунна өз шығады автоматты. Маликин-нас. Мәт арид. Илахин-нас. Илахи. Мәт табиғи, 2-ке созыз. Илахи. Хин-нас шәмсия ережесі, нунға кіріп кеттік. Кейін нас мәт арид тоқтасақ. Енді
Min şerril vesvasil khannas. Min şerril vesvasil khannas. Min harfini ne isteyimiz? İhfa. Min şerril. Şerрил деп лыға кірдік. Бізде не бұл? Қамария. Өйткені шәмсия болатын болса, уауға кіріп кететін ек. Мына жерде ләм оқылып жатыр. Демек бұл қамария ережесі. Васил. Ва маттабиғи. Сил. Тағы да не? Қамария ережесі. Ханнас. Мәтарид. Әлләзи ювасвису في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي мәт табиғи бірінші көрінісі. Бірақ өзінен я әрпі, яғни өзіне ұқсас әріп келді. Сол кезде не болады бізде бұл? Мәт тәмкин, мәт табиғидің бір түрі бірақ. Ювасвису фи мәт табиғи. Судурин. Суду мәт табиғи. Рин шәмсия. Нас мәт арид. Минәл джиннәти вәннас. Минәл джиннәти вәннас. Минәл қамария. Джиннәти нунды шәддәмен оқисыздар. Екі әріп мөлшерінде сәл ұстап. Вән кіріп кеттік. Шәмсия. Нас мәт арид. Пайдалы болсын осы сабақ. Біз бұл жерде мәт аридті, сосын қамария, шәмсия және де не істедік? Мәт табиғи көп қайталанды. Енді ихфа бір ақ рет келді. Пайдалы болсын.